Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен песочный тестадан дайындалатын шоколадный пирогтың өз әдісімен пісіру жолын көрсетемін. Өзге пирогтардан ерекше заварной крем қосылып дайындалатын бұл пирогтың дәмі енді керемет. Рецепті әдеттегідей описание бөлімінде қалдырдым. Видеоның атауының үстін басыңыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше біз бастаймыз. Алдымен отқа төзімді ыдысқа сүт құйып, кукурузный крахмалдан қант және жұмыртқаны қосып жақсылап араластырып, түйіршіктер қалып қоймасын. Орта алауда газдың үстіне қойып, сүт қайнағанша, яғни смесім қоюланғанша, түсі сарғылт болғанша қайнатып алдым. Дайын болған смеске сарымай қолдансаңыздар да болады. Мен бірақ шоколад қолдандым, Қазақстан шоколадын. Сапалы шоколад қолданыңыздар, міндетті түрде венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, бетін пленкамен жауып, салқындатуға қойдым 1 сағат көлемінде. Келесі тестаны дайындайық. Құрамына қажетті заттарды алдын ала дайындап алдым. Оның үстіне қамыр қопсытқышты салып араластырып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған 72% сары майды қосып, песочный тесто дайындап алдым. Және жұмыртқа менен қантты бөлек араластырып, қант ерігенше араластырып, сол сместі жаңағы песочный тестоның үстіне құйып, дәл осындай жұмсақ қамыр илеп алдым. Келесі кезекте начинкасы. Заварной кремнің үстіне вареный сгущенка қолдандым. Бұл жерде вареный сгущенканы сапалысын қолданыңыздар. Және миксердің көмегімен жақсылап бір-бірімен араластырып алдым. Тестаны формаға салып, осындай пішін жасап, дайындап алған начинканы үстіне құйдым. Дәл осылай қасықтың көмегімен бетін тегістеп алсаңыздар болады. Дайын болған пирогты 180 градуста 30 минут көлемінде қызып тұрған пешке пісіріп алыңыздар. Міне пирог пісіп шықты. Бөлме температурасына салқындатып 2-3 сағат холодильникке салып алыңыздар. Сәндеу барысында кокосовая стружка қолдандым. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, қоңыраушаның үстін басыңыздар.